Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Teach-with-Aydin каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, сұраныстарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кейбір кезде сіздер сұрайсыздар, біз сабаққа қолданатын мысалы видеоларды оны қалай жүктеп алсақ болады. Мысалы, бұл каналда біз қалай жүктеу керек, видео презентацияларды қалай интернеттен тауып, оларды өзіміздің компьютерімізге жүктейміз. Бұл жайында уже видео түсірілген, плейлисттен қарасаңыздар болады. Және де YouTube арқылы компьютерге тауып жүктеу, осы видео түсірілген, презентацияны тауып жүктеу, осы видеода көре аласыздар. Бірақ егер сіздің компьютеріңіз болмай жатса, қолыңызда тек қана телефон болса, не істеуге болады? Бұл жағдайда белгілі бір қосымшалармен біз видеоны өз телефонымызға да түсіре аламыз. Енді көрейік. Ең бірінші болып біз Play Marketқа барамыз. Play Marketта біз осындай жаңа өте жақсы қосымшаны өзімізге жүктеп аламыз. Міне, қараңыздар. Осындай видео скачать деп аталады. Бұндай қосымшалар негізі көп, бірақ оның көбісі YouTube-тан видеоларды жүктей алмайды. Мен сіздерге YouTube-тан жүктей алатын қосымшалардың біреуін көрсетіп жатырмын. Өте жақсы, қолдансаңыздар болады. Кіріп көрейік енді. Оның аты видео скачать. Енді бұл біздің қосымшаны орнатасыздар, приложениені. Мен уже орнатып қойдым. Сол үшін мен открыть деп басамын. Бұл жерде бізге не керек? Бізге осы жерге, бос жерге, біз YouTube-тағы видеомыздың сілтемесін алып қойсақ, видеоны жүктей аламыз. Ол сілтемені қайдан аламыз? Біріншіден біз YouTube-қа барамыз. YouTube-қа келдік. Енді YouTube-та керек видеоны тауып аламыз. Мысалы, осындай керемет биология мұғалімдеріне пайдалы болады. Kids Health, Nemours Kids Health деген канал бар. Кез келген қиын тақырыптарды, жаңағы адамның жүйелері, органдары туралы қиын тақырыптарды өте оңай, қызықты мультфильм ретінде балаларға түсіріп беретін канал. Сіздерге өте ұсынамын бұл каналды. Мысалы, сіз келдіңіз, өз пәніңіз бойынша видеоны таптыңыз, одан кейін мына жерде қараңыздар, видеоның сілтемесін алу үшін лайк басу, дизлайк басу деген жерде оң жағында поделиться деген батырма бар. Біз соған басамыз. Бұл жерде бізге сілтемені алу үшін қараңыздар, копировать деген батырмаға басамыз. Бірақ жаңағы біз қолданған қосымша, өзімізге жүктеп алған қосымша, оның суреті, оның логотипі приложение үстіп сізге шығып тұрса, тікелей соң үстіне бассаңыз болады. Бірақ егер шықпай қалса, мен сізге оңай жолын көрсетейін. Біз копировайтқа басайық. Текст копирован дейді. Енді біз жаңағы өзіміздің қосымшаға барамыз. Мына жерге біз текстімізді, сілтемемізді қоямыз. Басып тұрамыз да, вставитті басамыз. Енді поиск басамыз. Қараңыздар, біз іздеген видео мынау. Соны бізге тауып берді. Енді оны өз телефонымызға орнату үшін оның үстіне басамыз. Скачайтты басамыз.
Балаларға сабақта қызықты видео көрсету үшін біріншіден видеолар қысқа болу керек. Ұзақ болып 10-15 минут көрсе балалар жалығып кетеді. Олар мультфильм сияқты, жаңа адамның ағзасы болса, адам ағзасының ішіне кіріп, балаларға тартымды видео болу керек. И лажы болса, астында субтитрлары болса, өте жақсы болады. Қаласаңыздар бүкіл видеоны емес, видеоның белгілі бір кішкентай бөлігін көрсеңіздер де болады. Видеомызды түсіріп болдық, жүктеп болдық. Енді историяға басып көрейік. Міне біздің историямыз. Біздің видеоны даже 2 рет жүктеген екенбіз. Енді біздің телефонымызда бұл видео файлдар тұрады. Үстіне бассақ, видео басталады. Үстіне бассақ, мынандай варианттар шығып жатыр. Біріншіден, не істеуге болады бұл видеоны? Біздің галереямызда тұрсын десеңіз, осы батырмаға басасыз. Ашам десеңіз, мына жерге басасыз. Басқа функцияларды қолданатын болсаңыз, қалған батырмаларға басасыз. Соңғысы удалить. Егер керек болмаса, жойып тастаймыз. Біз галереямызда болған қалаймыз, сол үшін галереяға басамыз. Ол бізден осындай разрешение сұрайды. Разрешить дейміз. Болды. Енді бұл видео біздің галереямызда сақталған. Екінші батырмамыз открыто. Ашамыз видеомызды. Мысалы, өзіңізде қандай плеерлар болса, сол орнатылған плеерларын ашуға болады. Health presents How the Body Works with Chloe and the Nerve. Көрдіңіздер ма? Видео менің телефонымда интернетсіз енді ол істей береді. Өз телефоныңыздан оны алып, компьютерға жазсаңыз болады, флешкаңызда. Сабақта уже қорықпай, ашық сабақ болса, қандай сабақ болса да, интернет істемей қалса, соны көрсете бересіз. Лучше не рисковать, әр сабаққа өз видеоңызды үстіп дайындап қойыңыздар. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Басқа да керек видеолар біздің каналымызда бар. Біздің, мысалы, қашықтан оқытуға байланысты ең бірінші осындай бөлім шығады. Оның ішінде керек Google Classroom, жаңағы қалай видео жүктеп оны табу керек, қалай өз телефон, компьютеріңізді экранға жазу керек, осы жерден таба аласыздар. Одан да бөлек сабақта қолданылатын әртүрлі қызық ойындарды мынау интернет арқылы ойындар деген тобымызда плейлистта көре аласыз. Ішіне кіріп көрсек, керемет Quiz Is және Quizlet деген ең танымал, ең ыңғайлы қолдануға 2 ойын түрі бар. Мұнда сіздерге қолдануды ұсынамын. Және де әртүрлі терминдермен ойындар бар. Ағылшын тілінде сабақ берсеңіз, әртүрлі физминутка, жаңағы балаларға сабақты жалғап атса, осыларды қосуға болады. Ағылшын тіліне байланысты бөлімде ағылшын тілі керек фразаларын осы жерден көре аласыз. Және де әр пән бойынша осы жерде біздің видеоларымыз дайын. Ең астында біздің уже енді жаңадан түсірілген видеолар дайын болып шығады. Көп рахмет видео қараған үшін, лайк басуды ұмытпаңыздар, каналымызға жазылыңыздар. Сіздерге пайдалы болуға өте қуаныштымыз. Қош сау болыңыздар.